Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, сіздермен Гүлнұр, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл қазіргі таңда хит болған, яғни әлеуметтік желіде трендке айналған жүрекше пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы қызықтырса, видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Ал пирогтың толық құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдыратын боламын. Ендеше пирогымызға бісміллә деп кірісейік. Бізге ең алдымен 2 дана жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз әппақ ақ көбік болғанша, және де массамыз 2 есеге ұлғайғанға дейін миксерлеп аламыз. Дәл осы массамыздың үстінен сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, тағы да миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрамы бойынша бізге ұн, дәл осы ұнымыздың үстінен ас содасын салып, осылай бір келкі болғанша қасығымыздың көмегімен араластырып алып, массамыздың үстінен 2 немесе 3 бөлікке бөліп, осылай лопаткамыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Миксердің ешқандай қажеті жоқ. Себебі біздің өте биік болып көтерілген массамыз басылып қалуы мүмкін. Міне, біздің массамыз дайын. Ендігі кезекте массамыздан 2 немесе 3 қасық бөлек ыдысқа алып аламыз. Дәл осы бөлек ыдысқа алып алған массамыздың үстінен жарты шай қасық кондитерлік бояуымызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды кондитерлік қалташыққа салып аламыз. Бұл масса пирогымыздың бетіне жүрекше жасау үшін қажет. Келесі кезекте формамыздың ортасына пергамент бумагасын салып, осылай сұйық массамызды салып аламыз. Үстінен қызыл түске бояп алған массамызды дәл видеодағыдай дөңгелекше жасап шығамыз. Осы кезекте бізге ағаш таяқша қажет. Таяқшамыздың көмегімен пирогымыздың бетіне жүрекшенің бейнесін салып шығамыз. Жүрекшенің түсін кез келген кондитерлік бояғышпен немесе какаомен де жасасаңыздар болады. Және де осылай дайындап алған пирогымызды алдын ала қызып тұрған пешімізде 150 немесе 160 градуста жарты сағат уақытта, яғни пирогымыздың беті қызарғанша пісіріп аламыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Міне, біздің хит болған, яғни әлеуметтік желідегі трендтегі пирогымыз дайын. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.